Алдажар әбіліп, періште. Әңгіменің періште деген атына қарап, дәуде болса бір қыз немесе келіншек туралы болар-ау деп ойлап қалған жоқсыз ба? Жоқ, мүлдем олай емес. Керісінше әңгіме ер адам туралы болмақ. Бұл біздің кейіпкерімізге бала кезінде таңылған қосалқы ат қой. Иә, ал енді әңгімеге кіріселік. Шілденің аптап ыстығына өзінше қыр көрсеткендей болып ілгері ұмтылған жүйрік пойыз, вагондағы пенда таулыға мұрнын шүйіре, бар тіршілігің маған ғана байланысты дегенді тақ-тұқ еткен доңғалақтар даусымен сездіре жүйткіп келеді. Демалсаң ішіңе жалын енгендей болады. Бейне бүкіл дүние күйіп тұрғандай. Осыдан ақ күн қабағын біле беріңіз. Бірақ оған бас ауыртып жатқан пенде жоқ. Тек мұздай суға мал әкелген сүлгімен бастарын орап алған денсаулығы нашарлар болмаса, еркектердің көбісі сыраға, әйелдер болса шайға ықыластана кірісіп, вагон тербетілсінде мәз болып келеді. Қазіргідей пойыз үстінде ішімдікке тыйым салған заман емес. Вагон терезесінен далаға көз салсаң, жылтырап жатқан бос шөлмектер көз қарықтырар кеңес заманы болатын. Купедегі төртеудің екеуі жас жігіт. Олар жоғары орында жатып, бір уақ кітап оқыған болады. Бірақ тынысты тарылтқан қапырғыстыққа шыдай алар емес. Содан соң бір уақ төменгі орынға отырып, сарағаштың суын қылқылдата жұтады. Ал қалған екі жолаушының бірі 50-лердегі жігіт ағасы да, екіншісі 30-ға жете қоймаған журналист жігіт. Тілші жігіт сапарласын қанша қолқаласы да оған сырада батпай келеді. Сыздықтата бір-екі жұтады да ойға шомады. Сонан соң бір ухлеп алып, шешем қатты науқастанып қалыпты дейді қайталап. Анаңыз басқа жақта тұратын беді? Мына Қызылордадан мінгесін, сізді сол қаланыкі шығар деп отырмын деді. Тілші жігіт оны әңгімеге тартып. Иә, Қызылордада тұрам. Шешем қолым деді. Қазалы ауданының Шеткерлеу ауылында апамыз тұрады. Соған қызыма барып келемін деп қоймағасын, бұлай ауырып қаларын кім білген? Барғанына 3-ақ күн болып еді. Ол ашылып ештеңе айтпады. Дегенмен тек қысқа баяндауынан Қазалының тумасы екені, сауда саласында қызмет атқаратыны, отбасылы екені белгілі болды. Купенің ашық есігінен оны көріп, кей жігіттердің асеке деп құрақ ұшқандарына қарап, оның абыройлы әрі әжептәуір дәрежедегі қызметкер екенін аңғаруға болады. Апырай-а, мына күннің жануын-ай, шешемнің жүрегінде шикасы бар еді. Төретамның жігіттері машина дайындап қоямыз деп еді. Аллау, мына күннің сонша күйгенін-ай. Бәрінен де шешеме қиын болды-ау. Жолаушы тағы да оқылауға кірісті. Оның анасы туралы үзіп-үзіп толқи айтқан әңгімелері тілшіні қызықтыра түсті. Өйткені осы кезге дейін талайлармен сапарлас, талайлармен дәмсіздас бола жүріп, дәл Асекең сияқты анасын пір-тұта құрметтейтін, аузынан тастамайтын, бүкіл әңгімесін анасымен байланыстыра айтатын жанды оның кездестірмеген анық еді. Шашының кей тұсы қара, кей тұсы ақ, кей тұсы қызғылт болғаны, төбе мен желкенің кей тұсында бір тал шаш жоқ. Тек тырнақтың ізі білінерде оның ойынан кетер емес. Не болды екен, Мұнда бір сыр бар анық. Осы бір ой пойыз дөңгелектері соғысымен бір қаққа түсе, санадан шықпай, оны мазалаумен келе жатқанда. Бір істің сәтін саларда жаратушының өзі ыңғайын келтіре қояды емес пе? Бұл жолда солай болды. Жосал стансасына мінген жолаушылардың дені билет жоқтар екен. Әрине, бұлай болуы түсінікті де. 2-3 сағаттық жолға бола, олардың билет алып жатпасы да белгілі. Жол серікпен келісіп, жабырласа вагонға енген олардың бірі қуықтай коридордағы орындықтарды иемденсе, енді бірі купе жағалап, отыра тұратын орын іздеуде. Солардың бірі өткен ғасырдың 90-шы жылдарының ортасында жаз болса болды. Осы өңірдің еркек әйелінің басым көпшілігінің үстінен көрінер Adidas деген жазуы бар спорт костюміндегі денелі бойшаң әйел бұлардың купесіне бас сұқты. Әй, ығысыңдар әрі. 2 кісі қысса, 1 кісіге орын табылады деген. Еркектердің Қазалға дейін тамбурда тұрса да ештеңесі кетпейді. Ал бізге, осы елді қазақтың санын көбейтеміз деп, қазір ауырмайтын жеріміз жоқ. Жасы 50 деңсерген анық, алайда оған қарап тұрған әйел жоқ. Ол ығыстыра-ығыстыра жас жігітті үстіңгі жақтағы орынға шығуға мәжбүр етті. Төменде отырудың өзі мұң болып келе жатқан жас жігіттің бәледен машай қашыпты деген тұстана амалсыз орын берген енжар қимылынан ақ көрініп тұр. Үлкен ала сөмкені купе сөресінің астына қарай ығыстырған ол,
ілулі тұрған сүлгінің кімдікі екенінде шаруасы болған жоқ. Сілке алды да тершіген маңдайы мен мойны сүртуге кірісті. Әйтеуір құйрық бастық ауа. Күндай, леп жоқ қой, леп жоқ. Бұлай жана берсе өртеніп кететін шығармыз. Тіпті ағып кеттік қой. Ал жігіттер, жол қысқартайық. Әңгіме айт отырыңдар. Шайларың жоқ па? Осыны айтып болысымен, әлгі әйелдің көзі кенет Асанға түсіп, аузы сәл ашыла аңтарыла қалды. Бұл бір сәттік қана тосылыс еді. Лезде ол шаралы көздерінен таңырқауға қоса ерекше бір ұшқын сезіле, жолаушыларды елең еткізді. Ойбай-ау, періштесің бе? Ай, қайдан жүрсің? Жігіт ағасының өңі қуаныш шуағы ұйылғандай кейіпкенді. Әсиямысың? Мәссаған, кездесуімізді қара. Апырай-а? Мен ғой, ал періште жол болсын. Әсия-ай, періште деп, ол енді баяғы бала кездегі ат қой. Баяғы? Қой-ей, бала кезің не сенің? Сен біз үшін періштесің. Жұрт мейлі сені Асан дей берсін, ал мен сені періште деп атай берем, мұны біліп қой. Да, саған енді кім қарсы келсін? Құдая тоба баяғы қалпың. Енді оғанда 30 жылдан асып кетті емес пе? Бір облыста тұрып жатсақ та, кездеспегенімізге 25 жылдан асыпты. Әй періштай, сонда әйел басым мен сені іздеуім керек пе? 25 жыл деп сайрағанша, еркек емессің бе? Әрі естуімше білдей бастықсың. Сен іздемейсің бе? Енді ол дұрыс қой. Шешем ауырып қалыпты. Соған тығыз келе жатқаным. Әлпиянікіне барып келе қояйын деп кетіп еді. Кім білген? Күн болса мынау. Осы сәт тілші жігіт шайнекке қол созды. Мен ыстық шай әкеле қояйын. Жоқ, өзім әкелейін. Ол шалт қимылдап орнынан тұрды да, мұның қолындағы шайнекті алды. Шайды өзім әкелейін. Әйтпесе ертеңдері Әсияның Асан бір шайнек шай әкеп беруге жарамат деп айтып жүруі мүмкін. Ол жымия күлді. Купе ішінде әдемі бір көңіл шуақ орнады. Олар шай ішуге кірісті. Негізгі әңгіме Әсия мен Асан арасында. Тілші жігіт тек тыңдаушы болып отыр. Екеуі бірін-бірі ерте кезден білетін сынды. Таныстарын сұрастырып, жан-жақтың амандығын біліп дегендей, өзгені ұмытқан. Олардың осы қалыпта қанша отыратынын кім білсін? Тек пойыз Төретам станциясына келіп, Асан бұлармен асығыс қоштасып сыртқа беттеді. Өткен күндерде еске алды ма кім білсін? Таусылмас ой көшіне ілесіп отырған әйел пойыз қозғалған сәтте-ақ дағдылы қалпына түсті. Қайным боласың ба? Бәлкім баламмен қарайласта боп қалуың мүмкін. Қарағым, тағы да шай ішейік, мына күн кептіріп барады ғой. Бұл шай әкелді. Қазалға дейін біраз уақыт бар. Әңгіме тек ағытылды. Ол өзі періштедей тап-таза ғажап жігіт деп бастады әңгімесін Әсия. 11 жыл бір класста оқып, 1964 жылы орта мектепті бітірдік. 11 жыл бірге интернатта жатып оқыдық. Екеуміздің де ата-аналарымыз малшы болды. Қыстауларымызда, жайлауларымызда қатар қоңсылас отыратынбыз. Ода бір заман екен. Бой сойы келген көркем жігітті кім ұнатпасын? Тек біздің кластықтар ғана емес, бізден 1-2 класс төмен оқитын қыздардан ұнататын. Ол кезде жоғары класс оқушылары полубокс деген шаш қоятын. Ол да сөйтті. Мұның шашы ол кезде қазіргідей емес, қалың әрі бұйра болатын. Содан болар, кей тұстарында аздаған қызыл, кей тұсында 1-2 тал ақ шаш барлығына да мән бермейтінбіз. Зымырап бара жатқан уақыт-ай. Дене бітімі әйелден гөрі ер адамға келетін ірі денелі, үлкен шаралы көздерінен отшаша қарайтын әйел бір уақ ойға шомып кетті. Жанарға 1-2 тамшы ілінді. Кестелі бет орамал көзге барғыштады. Оны мен де ұнаттым. Бірақ ол ағалтынды көрді де, бүкіл ғұмырын соған бағыштап өте шықты. Ана қатынның бағын қарасайш, мектебіміздегі жалғыз періштені қолына қондырды да алды. Ол күлді. Бітімі бөлек әйелдің күлкісі де ерек екен. Маржандай тістер сыңғыр күлкіні жұрттан қызғанатындай тізіле қалыпты. Қайыным-ау, мен жай әншейін сөз арасында айтып жатырмын. Қызғаншақ біреу екен деп ойлап қалма. Ағалтын бізден 2 класс төмен оқып еді. Нағыз сылқым болатын. Маңдайдағы жазу ғой. Мектеп директорының қызы еді. Әнде салатын, биде билейтін. Бастапқыда Асанды менсінбегенде болатын. Бірақ мына жігіт бөлек қой. Несін айтасың, бөлек қой ол. 11 жыл бойы оның бір ретте жалған сөйлегенін, бала болып алысып жұлысқанын, төбелескенін де көрмеппіз, естімеппіз де.
Соған қарамастан не тылсымның барын кім білсін, біздің ауылдағы небір сотқарларыңның өзі одан ығса жүретін. Бос мақтаннан аулақ, уәдесіне берік жігіт, тіпті мұғалімдердің өзімен тең дәрежеде сөйлесетін. Ия, өтті ғой не заман. Шешесінің өзі оның айтқанын не кеткізбейтін. Бала кезде қайдан білейік, кейін білдік қой неге бұлай екенін. Бірақ несін айтасың, Асан өте ақылды болып өсті ғой. Менің әке шешемнің де ол дегенде әңгімесі бөлек еді. Сызған қағаздай ғой деп үнемі ауыздарынан тастамайтын иманды болғырлар. Ия, зымырап бара жатқан уақыт-ай. Жаңа айтып қалдым ғой, бұл өзі бір кәкірі бар шаруа. Періштенің жаны қалмай, анам деп отырған өгей шешесі. Өзінің шешесі мұның қырқынан шықпай-ақ дүние салған. Сосын жағдайды көріп отырған ағайындары мұның әкесіне 3-4 жастағы қызы бар әйелді қосқан ғой. Манағы Әлпия деп отырған сол еріп келген қыз. Ал сол әйелдің әлгі өгей шешесінің мұны өлтіріп тастағысы келген емес пе Құндақтаулы кезінде. Періште соның барлығын біледі. Сөйте тұра анам деп жаны қалмайды. Қызық, өзіне сондай істеген адам. Ол әйел ертеректе менің шешеме келіп жылапты. Құдай-ау, сол кезде неден алжасқанымды азғырғанға еріп, шайнам ми болмаған-ау менде. Мына бала апалап аст үстіме түскен сайын жанымды қоярға жер таба алмаймын. Ішімнен шыққан қызым маған ондай ықыласты емес. Ал бұл бөлек, оны көрген сайын күнде өліп отырмын ғой қазір деп. Алланың жазуы да. Ол кемпірдің де біздің Асанжан періште ғой. Біз құсаған сорлаған пенделерді Аллам өзің кеше көр дегенінде талай естідім. Ия, барлығы да бұйрықтан шығар. Ол бүгін тым көңілсіз. Бәлкім күздің ызғырық желінен бекен. Әлде осыдан 3 ай бұрын өмірден озған әйел еске түсті ме? Әйтеуір жан дүниесі құлазудан арылар емес. Дүзгіннің түбіне сол жамбастай қисайған ет, түпсіз бір ойға сүңгіді кетті. Тек ара-тұра құлағына шырылдай жылаған бала даусы келгендей болғанда ғана еріксіз селт ете қалады. Әлдеқашан жапырақ ұшып, дәні төгіліп кеткен адыраспан қауызымен арбиған көк бұта азаннан қара кешке дейін желмен ызылдай мұңдәуен сызылтады. Бұл шопан көңілін онан сайын құлазытады. Қысқа барын жеткізгендей болып, күшке міне бастаған қара суықтан ықтыма, көктегі бұлттарда дарияға қарай жылыстап барады. Оты қашқан далада қой аузына түсер мардымды ештеңе жоқ. Тек шидің түбін, жусанның түбірін қажаған қойларда бір-біріне тығылып жайылалар емес. Жазда тырс еткен дыбысқа да сақалын шошаң еткізе жалт қарайтын қара текеден де күй кеткен бе, тұсынан жалп-жалп етіп, бір көтеріліп, бір қонып, кейде домалай жөнелген қаңбаққа да назар аударатын емес. Шідерлеп жіберген томай торда біраз жерге барып қапты. Тышқан қуудан шаршаған жолдаяқ аянышты дауыспен қыңсылап қойып, төңірекке самарқау көз салады. Қойға мінлеттемесең, осыдан 3-4 ай бұрын томай торының да көзін сүзе қарап, қайдан сып етіп шыға келетінін ешкім де білмей қалатын. Жүрген жерінде қой ешкіге бір соқтықпай өтпейтін, содан жаны рахат тапқанымен ішкен жегені бойына жақпайтын қара текеге жеркене қарап жатқан жолдаяқтың да күй, жағдайы бөлек еді ғой. Ал қойды қоралап тастап, аяғы ауыр әйел екеуі мұның терсеңді күпәйкесін жамыла кешкі шайға отырғанда, бұдан бақытты адам жоқ еді-ау жер бетінде. Не істерсің бұған? Не істерсің енді жазу солай болғасын? Нәзипа марқұмның жаратылысы бөлек жан еді ғой. Ойлап отырса, ол екеуі отын түтеткен 5-6 жылда мұның үйінен ренжіп шыққан жан болмапты-ау. Тіпті еңсесі түсіп, өзін тіршілік тұңғиығына батып бара жатқандай сезінетіндердің өзі мұның отының басынан ырзалықпен жадырай аттаныпты. Туысы бар, басқасы бар үлкендердің әй келін, кішілердің әй жеңге, әй апа деп атауы да марқұмның адам атаулыға деген ықылас пейілінен екен-ау. Құдай-ау, лақ қозы, мысық күшікке дейін соның маңынан шықпайтынын қайтерсің? Бұл болса оның соларды еркелетіп, адамсынды әңгіме айтқанына қайран қалатын да, әй бәйбішем-ау, олар сенің не айтқаныңды қайдан түсінсін? Несіне сөзіңді шығындап әуре боласың деп қалжыңдаса ол. Жоқ, олай деме. Жер бетіндегі тіршілік иесінің барлығының да, тіпті гүлдер мен шөптердің де өзіндік тілі бар. Оны біз түсінбейміз, алайда олар да біздің жақсы айтқанымыз бен жаман айтқанымызды түсінеді деп жымия жауап беретін еді. Бұл оны сол кезде келіншегінің сәбилі бола алмай жүргеннен болар сірә деп өзінше болжам жасапты. Ақмақшылық-ай, сонда мұның
Нәзипаның болмысын, табиғатын ұға алмағаны ғой. Енді не дерсің? Дүние-ай, ол да бір дәурен екен-ау. Дүзгіні үлдеді. Ой лезде ғайып болды. Ол маңын шолып шықты. Отары даман, томай торда, жолда аяқта орнында екен. Бұл қалғып кеткен шығармын деп ойлады. Алайда оның ой сүрлеуіне түскеніне бар болғаны 2-3 минуттай ғана болған еді. Көз алдына тағы да әй бәйбішесі келді. Бұған қарап жымияды. Тура баяғы қалпы. Иә, сол күн еді-ау. Ертеңгі шайды бұлар таң қараңғысында ішетінді. Өйткені жаздың күні қызамын дегенше, отар біраз жайылу керек. Ал түс болды дегенше қойлардың бірінің көлеңкесіне бір тығылып, жайылмақ түгіл жүрмей қоятыны белгілі емес пе? Сондықтан қойшы атаулы күні суы күшіне мінгенше құдық басына қайтыр алуды жөн санайды. Ол үшін таң атаратпастан-ақ малды өріске беттететін. Көкесі-ау, түс көрдім, сосын өзім жордым. Түсіме Жанқожа бабам кіріп, балам, ұлды боласың, атын Асан қой деді. Мен иә дедім, ол батасын берді де ғайып болды. Оянып кеттім, сөйтсем түсім екен. Иә, осылай деген еді-ау. Бұл оны елей қойған жоқ. Елемегені бұлай тұрсын, кей сәтте мұның көңілін аулау үшін айтқан болар деген күпірлік ойларға да барыпты ғой бұл жазған. Бірақ қыстау басына көшіп келісімен-ақ келіншегінің бала көтергені белгілі болды. Сөйтті де, күллі дүние тамаша бір кейіпкеніп жүре берген еді-ау сонда. Дүзгіннің уілдеуі күшейе түсті. Бұл етігін қағып орнынан тұрды. Жел қатая түсіпті. Қойлар да ақтауға көшкен. Мана ғана ит қуған тайлақтай алдартына қарамай дария жаққа қарай безіп бара жатқан бұлттар енді осы жақты бет күстап түйіле тұтасып келеді екен. Ол жүрісін жылдамдата томай торға беттеді. Апырая, тағы да селдетіп тұрып алмаса болды да, биылғыдай жауынды бұрын соңды көрмепті. Көрші отырған қойшы Дүйсен шалда таң қалып, баяғыда бала кезімде төу Миколай патша заманында да осындай енапат жауын болып еді. Онда бар ғой, бір жеті бойы төпеді де тұрды. Құмға қақ тұрғаны сонда көріп едім. Содан кейінгі мұндайды көріп тұрғаным осы деген болатын. 5 күн нөсерлеткен жаңбырдың тоқтағанына да бір аптадан асыпты. Енді қайта басталмаса етті. Ол атына мінді. Жаңа ғана тек желмен қосыла уілдеген бұтамен шөбіні, қойлардың шөпжылған дыбысы, томай торының ауық-ауық пысқырғаны мен жолдаяқтың қыңсылағанынан өзге үн жоқ даланы, оның айқайы мен сылдырмақтың сылдыры азан-қазан етті. Темір шығыршыққа өткізіп жасалған шағын түйе жапырақтай 4-5 қаңылтырды бұл төңірек сылдырмақ деп атайды, және оны қойшының негізгі еңбек құралы десе де болғандай. Отарды қайыруға одан артық еш нәрсе ойлап таба қоюдың өзі қиын болар сірә. Басын ілмекше кертпеш етіп жасаған таяқпен қалаған тұсыңа лақтырып кеп жіберсең болды, ол салдырлай ұшып дүниені басына көтереді. Ол түскен маңайдағы үріккен қойлардың кері қайтпауға, не бағытын өзгертпеуге шамасы болмайды, ал оны түскен жерінен ат үстінде жүріп ақ әлгі таяқпен іліп алып қайта лақтырасың. Отардың арғы жағында жүрген жолдаяқ әдеттегі мінезіне басып, қиыстай бұра тартқан Қаратекені отар арасына қуып тықты. Қаратеке болса дым болмағандай, басын кекшете қойлардың алдына шығуға ұмтылуда. Отар ауылға бет түзеді. Күн райының бұзыларын сезді ме, әйтеуір жөңгіле жөнелген қойлардың тек алдыңғы жағындағылар ғана асыға жерден бірден ілуде. Ал соңындағылардың олардың қарасынан ергеннен басқа шамасы жоқ. Әскери сапта алдыңғы лектегілер жай адымдап жүріп келе жатса, соңындағылардың жүгіргенге жақын жүрісі болушы еді. Бұл да құдды сол сияқты. 5 жылға созылған алапат соғыстың қиындығын бастан өткізіп, оның 2 жылында қанды қасап ортасында болған, бірнеше рет жарақат алған. Ауыр жарақатынан соң елге оралған ол, бұрынғы ата кәсібіне кірісіп, шопан таяғын қолға алған болатын. Бәлкім соғыста болған жерлерінен басқа сыртқа шықпай, тіпті мына тұрған аралға да барып көрмегендіктен бекен, ол тіршіліктегі барлық жайтты әскер өмірмен, соғыс кезіндегі көргендермен салыстыра қарайтын, соған теңейтін. Бұл жолда сөйтті. Ойына өткенде көрші Дүйсен шалдың кемпір айтқан әңгіме оралды. Шырағым, абай болшы, өткенде сен қойда жүргенде, мына ел үйде жалғыз ғой деп халім білейін деп ауылыңа бара қалып едім. Шошып қайттым. Екі ауылдың арасы тиіп тұр. Үйлердің төбесін көріп отырмыз. Қатыспағанымыз ұят дегендік қой менікі. Кеше Нәзипа барда қандай едік? Түскі асты біздікінен, кешкі асты сіздікінен дегендей. Иә, жан Аллам жайын жәннаттан қыла көр келіннің. Сосын мынаған құрт ірімшігімді алып жаяу келе салғаным ғой. Үйдің ішінен сен көрбақты құртып тынбаймаған жарық жоқ шығар.
Шешеңді жұтқаныңмен қоймай, мені де жұтарсың бір күні. Қақылдайсың да жатасың. Жұрттың өзіңе бай, қызыңа әке болады дегенге сеніп қалғаным ай. Бірақ сенбегенде не істеймін? Бай болса өлді, елде еркек қалған жоқ. Бәрін соғыс шалмады. Мына қызбен күн көрісім нашарлап бара жатыр. Енді қайтем бұған тимегенде? Ал мұның менің қызыма әке болатын түрі жоқ. Бар ықыласы мына шаранада, емешесі құриытта тұрады. Әлпияу, мұны құрту керек, сонда ғана көзіміз ашылады. Жеңешемдікі дұрыс деген естілді. Қызына сөйлеп жүрме, әлде өз-өзіне сөйлеп жүрме, ит біліп пе? Бірақ осылай деген анық. Менің келгенімді білмей қалды шамасы. Мен де естімеген болып еш нәрсе айтпай кеттім. Бірақ әйтеуір сақ бол, мына қатын бірдеңе ойластырып жүрген сияқты. Иә, одан соң бұл оны бақылай бастағанды. Бірде ол жатыр алдында байқамаған болып, үлкен жастықты құндақтаулы баланың үстіне тастай салды. Тұншығады-ау. Бұл жастықты тез жұлып алды. Сәби қып-қызыл болып кетіпті. Ал ол болса, ойбай аңғармаппын ғой деп жатыр. Бұл түйіле отырып сол жолы оған балаға мұқият болуын, егер жазатайым оған бірдеңе болса, оңдырмайтынын ескерткен болатын. Кеше қой қораның есігін бекітісімен үйге қарай қадам басуы мұң екен. Шарылдай жылаған бала даусын естіді де, жанұшыра табалдырықтан аттады. Сөйтсе, 4 жастағы Әлпия мұның ұлының аузына тары талқанын тығып жатыр екен. Бала тұншығуға жақындаған. Әйел болса тағы да түк білмеген болып, бүпенің қарнашты деп жүреді. Өй, ақмақ қызым-ай, бүйтуге бола ма екен? Байқамағанымды қарашы деп азарда безер болды. Ол асыға бастады. Алаңдаулы. Осыны күткендей төңірек қараңғылық пердесін жамылғандай болды да, нөсер құйып берді. Бұл кезде отардың алды есік ашық тұрған қораға шұбыра еніп бара жатқан еді. Томай торыны төбесін шыптамен жауып, үстіне жаман жәутік жалба тастаған қалқастына байлап, киіз үй есігін серп ашқан сәтте шатыр-шұтыр еткен найзағай төңіректі жап-жарық еткен болатын. Үйдегі білте шамның не жанып не жанбай тұрғанын да байқалмай қалды. Оның көзі бірден ошақта жатқан құндақтаулы балаға түсті. «Әй!» шатыр еткен найзағай үнімен қатар, оның даусы маңайды сілкінтті. Үй ұғында жатқан жолдаяқ томай тор тұрған қалқаға қарай зытты. Ол от құмтылды. Оттан жұлып алған құндақтың жалыны өшір-өшпестен құшағына қысқан күйі атқа қонған ол, 30 шақырым жердегі ауылдық ауруханаға жеткенше, жаратқанға ата-баба әруағына сыйына ұлының тірі қалуын тіледі. Ауруханаға жеткенше көз жасы тыйылмады. Жасты сүртуге шама да жоқ. Бір қолда бала, бір қолда тізгін, тек мұртты саумалап келген жұта берді. Құдай тілекті беріп асан аман қалды. Дәрігерлер баланы періштесі қағыпты. Енді 15-20 минут кешіккенде айырылып едің деді бұған. Мұның алқымына бір нәрсе тығылғандай болды. Көзге жас келді. Оның мұндай күйге екінші рет түсу еді. Біріншісі Назипаны жерлеу сәтінде болған. Онда да аздан соң жүрегі шаншып ауыра бастаған. Бұл жолда сөйтті. Ал әйелі болса тағы да, байқамай қалдым, жылау болсын деп отқа жақын қойып едім, домалап кеткенін қарашы деуден жазбады. Пойыз түніртас ауа шалқарға жетті. Ал тілші жігіттің ұйқысы келер емес. Ойына Әсияның, ал сол әйелдің, әлгі өгей шешесінің мұны өлтіргісі келген емес пе құндақтаулы кезінде. Періште соның барлығын біледі. Сөйте тұра анам деп жаны қалмайды. Қызық, өзіне сондай істеген адам. Ол әйел ертеректе менің шешеме келіп жылапты. Құдай-ау, сол кезде неден алжасқанымды, азғырғанға еріп, шайнам ми болмаған-ау менде. Мына бала апалап асты үстіме түскен сайын жанымды қоярға жер таба алмаймын. Ішімнен шыққан қызым маған ондай ықылас емес, ал бұл бөлек. Оны көрген сайын күнделіп отырмын ғой қазір деп. Алланың жазуы да. Ол кемпірдің де біздің Асанжан періште ғой. Біз құсаған сорлаған пенделерді Аллам өзің кеше көр дегенде талай естірім деген оралды да. Бұл да ішінен Аллам өзің кеше көр деді. Алда жара біліп, оқыған Сұңғат Ғазиз.